мен зерттеушінің байқауына біз бүгін зерттеу жүргізетін боламыз. Ол үшін бізге не керек Айкүшке? Бокал су, жұмыртқа, тұз. Біз бірінші таза суымызға, бірінші бокалымызға бір жұмыртқаны саламыз, е? Мұнда біздің жұмыртқамыз суға батып кетті, е қызым, е? Енді екінші бокалымызға 10 ас қасық тұз салатын боламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, не 10. Енді бұны біз араластырамыз. Кемпірге араластырайық. Енді бұға біз жұмыртқамызды, бір жұмыртқамызды салатын боламыз. Сала қой. Мұнда біздің жұмыртқамыз Мұнда бізде су қысымы жоғары болғандықтан біздің жұмыртқамыз су бетінде қалқып жүр. Енді үшінші стаканымызға 2 ас қасық тұз салатын боламыз. Сала қой. Бұны да жақсылап араластыратын боламыз. Енді бұған үшінші жұмыртқамызды салатын боламыз. Мұнда біздің жұмыртқамыз судың ортасында қалқып жүр. Мұнда бізде 2 ас қасық тұз салғандықтан біздің суымыз бен тұзымыздың қысымы бірдей болғандықтан біздің жұмыртқамыз су ортасында қалқып жүр. Мен зерттеушінің байқауына